Армысыздар, достар. Бүгін мен сіздерге қорқынышты фильмдерден ең үздік деген 5 фильмді айтамын. Егер де сіз толықтай адреналин алғыңыз келсе, онда осы тізімдегі фильмдерді көруге кеңес беремін. Ендеше көп созбай бастайық. «Затащи меня в ад» фильмі. Фильм 2009 жылы прокатқа шыққан. Фильмде Лос-Анджелесте тұратын Кристина Браунның тағдыры көрсетіледі. Ол банкте жұмыс істейді және клиенттерге несие рәсімдейді. Оның сүйікті жігіті профессор Клей Далтон екеуі бақытты еді. Бәрі ойдағыдай өтіп жатыр және өмір керемет сияқты көрінді. Алайда банкте белгілі бір Гануш есімді ханым ипотекалық несиені создыруды сұрағаннан кейін оның өмірі күрт өзгерді. «Приют» фильмі. Фильм 2007 жылы прокатқа шыққан. Басты рөлде Лаура атты кейіпкердің ең бақытты жылдары жағалаудағы балалар үйінде өтеді. Оның сүйікті тәрбиешілері өзінің туған ата-анасындай болып кетеді. Ал достары болса, өз туған бауырындай болып кетеді. Араға 30 жыл салып, Лаура өзінің жұбайымен және 7 жасар баласымен балалар үйіне қайта келеді. Ол балалар үйін қайтадан салып, жас балаларға жағдай жасағысы келеді. Алайда Лаураны өз ұлымен болған өзгерістері таң қалдырады. «Звонок» фильмі. Фильм 2002 жылы прокатқа шыққан. Кейбір адамдардың телефонына қоңырау шалынып, тұтқын алған кезде «Сен 3 күннен кейін өлесің» деген әлдебіреудің дауысы шығып, тұтқаны қоя салады. Әруақтар телефон және теледидарды басқара алатын болған ба, әлде бұл біреудің әзілі ме? Фильмде журналист Рэйчел жасөспірімдердің видеокассетадағы бейнежазбалардан және телефон қоңырауынан жан тапсырғанын біліп, бұл істің артына түседі. Ендеше бұл мәселені басты рөлдегі Рэйчел Келлермен зерттейік. «Зеркало» фильмі. Фильм 2008 жылы прокатқа шыққан. Фильмде өзінің әріптесін өлтіргені үшін жұмыстан қуылған полиция қызметкері жайында бейнеленеді. Бұл жағдайдан соң ол маскүнемдікке салынып, әйелі мен бала шағасынан аластап кетеді. Ал өзі болса, қарындасының пәтерінде тұруға мәжбүр болады. Фильмнің басты кейіпкері Бен Карсон өртеніп кеткен, қаңырап қалған ескі дүкенге күзетші болып жұмысқа кіреді. Көп ұзамай ол ғимараттағы айналарда бір нәрсенің дұрыс еместігін байқайды. Айнада өшпестей ластанған қолдың іздері көрініп, шындыққа ұласпайтын қорқынышты тылсым дүние көрінеді. «Астрал» фильмі. Фильм 2010 жылы прокатқа шыққан. Фильмде жаңа үйге қоныс аударған жас отбасы түсініксіз құбылыстармен бетпе-бет келеді. Біресе есік құлыптанып қалады. Содан кейін заттар жоғалады. Немесе заттар тарсылдайды. Бұл тылсым құбылысты түсінбей үрейленген олар тылсым құбылыспен айналысатын мамандарды шақырады.